Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Біз Райхон Шифа медикалық орталыққа Қазақстанның Қарағанды қаласынан келгенбіз, 5 дос. Осы барлығымыз 40-тан асқаннан кейін денсаулығымыздың әсерлерімен бауырды емдеу керек екенін түсініп, осындай Райхон Шифа медикалық центрді жұмыста бір әріптесіміз ұсынып еді. Қарағандыдан анализдардың бәрін көрсеткіші бойынша осында келуге мәжбүр болдық. Осында келіп 10 күн өте шықты, міне ем алып, басында келген кезде УЗИ-ға түсіріп, бүкіл результаттарымызды жекелей қабылдап, міне Шафқат ака біздің медикалық центрдің докторы, міне оның көмекшісі Ибрахим, осында Әлшер ака главврач қабылдап, барлығымызға жеке диагноз беріп, жеке ұсыныстарымен қалай емдеу әдісін беріп, 10 күн ем алдық. Емнің әсерінен бүгін жаңағы қорытындысы бойынша бүгін 10-шы күні қайттан УЗИ түсіп, УЗИ-дан жаңағы кейбір жировой гипотоздың 2-ден 1-ге түскенін, кейбір простатиттің вообще кеткенін өзімізді куә ретінде бақылап көрдік. Райхон Шифа медикалық орталыққа дән ризамын. Өзі шын көңілден достарым барлығы солай деп ойлаймын. Бәріміздің әсеріміз. Мен осы 10 күннің ішінде 6 килограмм тастадым, 90 килограмм болып келіп ем, қазір 84. Оның өзі жүк ұстаудың өзі бір күші, бірақ осы емнің арқасында тастадық. Сондықтан да еще мұнда хиджама, сосын жаңа сүлік береді екен, сүлігін де алдық, хиджамасын да алдық. Барлығы әсерлі болды. Барлығы медикалық центрға рахмет. Алла сіздерге жұмыстарыңызға берекет берсін. Халықтың еліне, халықтың қалауына, елдің елеуіне қалап, емдеріңіз Алла тағала шипа беріп, емдеріңізді бағалай берсін. Рахмет сіздерге. Енді жаңағындай Алтынбек досымыз айтып кеткендей көп нәрсені айтып кетті, сол сөздерге қосыламыз. Айтатымыз енді алғысымыз шексіз. Медперсоналға әсіресе астында күні түні жүрген, жұмыс істеген қасымызда жағдайымызды, денсаулығымызды қарап отқан, бәрі уақытымен өткізіп, уақытымен беріп отқан осы медперсоналға көп рахмет. Енді алған еміміз жақсы болды. Жаңағы Алтынбек айтып отқандай показания өте жақсы. Алдында қалай болып келдік, қазір қалай кетіп бара жатырмыз. Өз немізбен, өз денемізден өткеннен кейін өте керемет сөзбен де жеткізуді өте сөз жетпейді үшін. Жақсы, келіңіздер, емделіңіздер. Өте жақсы жер. Рахмет сіздерге.